Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен фаршпен толтырылған 40 қабат орамдарын дайындайтын боламыз. Ең алдымен күрішімізді 3 қайтара жақсылап жуып алып, салқын суда жібітіп қоямыз. Бізге бір 40 қабат қажет болады. Видеодағыдай 40 қабатымыздың түбін осылай кесіп, оны толық алып тастаудың қажеті жоқ. Қайнап тұрған суға 5 минуттай салып аламыз. 5 минуттан соң келесі бетіне аударып, 40 қабатымыздың жапырақтарын бір-бірінен ажыратып аламыз. Және маринадталған жүзім жапырақтарын да пайдаланатын боламыз. Жүзім жапырақтарын салқын суда жуып алып, ары қарай фаршымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге бір дана пияз жеткілікті болады. Туралған пиязымызды жібітіп қойған күрішіміздің үстінен салып, оның үстінен тартылған етімізді, бір қызанағымызды ұсақтап турап, және бір жұмыртқаны саламыз. Татымына қарай бұрыш, тұз салып, бір шай қасықпен кориандр дәмдеу үшін қосып, барлығын жақсылап араластырып, фаршымызды дайындап аламыз. Дайындап қойған 40 қабат жапырақтарына фаршымызды салып, видеодағыдай етіп, барлығын орап дайындап аламыз. Және жүзім жапырақтарына да фаршымызды салып, барлығын орап дайындап аламыз. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, бір пиязды қызартып қуырып аламыз. Оның үстінен туралған картоптарымызды салып, бірге қуырамыз. Екі шай қасықпен құрғақ томатты салып, бірге 5 минуттай қуырып, татымына қарай тұз қосып, қажет мөлшерде су құйып, қайнатып аламыз. Қайнап тұрған қазанға фаршпен толтырылған орамдарымыздың барлығын тегістеп қойып шығамыз. Барлығын қойып болғаннан соң, бетін осылай бір ыдыспен бастырып, қазанның қақпағын жауып, дайын болғанша пісіріп аламыз. Мінекей, осымен фаршпен толтырылған 40 қабат орамдары дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, менімен бірге болыңыздар.